Ассалаумағалейкум. Бисмиллах деп оладьи дайындаймыз. Яғни кішкене ғана үлбіреп пісетін құймақшалар. Алдымен 600 мл жылы сүттің сары суын құямыз. 4 жұмыртқа, 3 немесе 4 ас қасық татуына қарай қант саламыз. Жарты шай қасық тұз саламыз. Кейін барлығын жақсылап тұрып араластырып, қанты мен тұзының дәмін тексереміз. Елекіштен өткізіліп дайын тұрған ұнның үстіне жарты шай қасық ас содасын, 15 грамм қопсытқышты салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызды жайлап отырып, сеуіп, жақсылап тұрып, түйіршіктері қалмайтындай етіп араластырып аламыз. Егер де үйлеріңізде сүт қышқыл тартып, сәл аши бастаған болса, еш уайымдамай оны ірітіп, ақ ірімшік немесе сары ірімшік даярлаңыз. Ақ ірімшік даярлаған жағдайда мол сары суы қалады. Ол сары суды төкпеңіз. Себебі ол дәруменге бай болады. Мен ондай сары суды төкпей, құймақтардың түр-түрін жасауға тырысамын. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, дайын болған қамырды араластыру сәл қиынырақ болады. Және қасыққа құйып, төмен қасықтан төккен кезде ол құйылмай үзіліп түседі. Қамырыңыз дайын деген сөз. Енді отқа табаны қойып 500-600 мл майымызды құйып қыздырамыз да, дайын тұрған оладьидің қамырын әдемі етіп салуға тырысыңыз. Егер сыртына шығып кеткен жағдайда қасықтың көмегімен бір-біріне басын біріктіріп жіберсеңіз болды. Кішкене құймақшаларымызды орташа оттан сәл төмен отта екі жақ бетінде аударып пісіріп аламыз. Кішкене құймақтарымыздың бір жақ беті қызарып пісті. Екінші жақ бетін аударамыз да дәл солай қызартып пісіріп аламыз. Дайын болған кішкене құймақтарымызды салфетка төселген ыдысқа салып аламыз. Артық майы сіңу үшін. Қалған қамырларымызды дәл осылай пісіріп аламыз. Оладьилеріміз, кішкене құймақтарымыз толықтай пісті. Үлбіреп, жақсы боп көтерілген. Арасында ешқандай шикілік жоқ. Арасы да көпіршікті болып толықтай піскен. Тек қана оладьиді кішкене құймақшаларымызды дайындағанда орташа оттан сәл төмен отта баппен пісіргеніңіз жөн. Толықтай көтеріліп, арасы қамыр болып қалмау үшін. Ас мәзірі ұнаса, лүпілдеріңізді аямаңыздар. Өз пікірлеріңізбен комментарий бөлімінде бөлісіп, каналға тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын. Көп рахмет аспаз анадан.